Қайырлы күн қыздар, бүгін шоколад пішініндегі печенье жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Жұмыртқа, құмшекер, сұйық майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң үстінен құрғақ ингредиенттерді аздан салып, қамыр илейміз. Осындай орташа қамыр болып шығу қажет. Қамырды жайып аламыз және шпательдің немесе пышақтың көмегімен жан-жағын 4-5 қалыпқа келтіріп шығамыз. Бірдей етіп 8 бөлікке бөліп аламыз. Сушиге арналған таяқшаның көмегімен осындай шоколадтың формасына келтіреміз. Сушидің палочкасы болмаса, пышақтың теріс бетімен жасасаңыз болады. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Бетіне қантпен суды араластырып жағамыз. Ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.